4 сымдық ток жолын көрсетіп кетейін. Мынау біздің жаңағы мотордағы магнит. Магниттің ішінде мынандай кейбіреуі 4 құлақты болады, кейбіреуі 6 құлақты, 8 құлақты. Енді ол әрқайсысы мотоциклге қарай әртүрлі болады. Ток шығаратын динамосы болады. Сонымен бірге мынандай жанында кішкентай датчигі болады. Мынау айналып тұрған сыртқысы магнит деп қояйын. Енді осыдан жаңағы үнемі айтып тұратын 4 ток шығады. Біреуі қара көк, одан біреуі жасыл, сары, одан кейін қызыл сары. Осы 4 ток шығады. 4 ток. 4 ток шығады. Осы 4 ток ең алдымен мына жерден коммутатор көрсетіңіз. Коммутатор деп мына коммутатор деп сызып алайын сіздерге. Коммутатор бар 4 бұрыш. Бір жағында 4 штекер кіреді. Енді бір жағында 2 штекер кіреді. Бірінші мына қара көк дәл осы бірінші терезеге барып кіреді. Ал жасылымыз мына жер екіншісіне барып кіреді. Бұны жасыл тек осы ғана, осы екеуі ғана, осы ғана емес. Мына терезеге жасыл тоқсын барады. Бұл бір жағы рамыға немесе ток жолына жалғаны мүмкін. Енді бір жағы осы яшыққа тұрады. Ал енді осыдағы ток бізге мына жердегі бобинаға барады. Мына бобина бар. Мына жерінде жалғанатын ток бар. Ал осыдан шыққан қара тоқсын сары сызығы болады. Бұлар қара тоқсынның. Дәл осы екі орталықта болады. Мына жерге жалғанады. Енді осыдан шыққан токсым арқылы свечке ток келеді. Свеч болса, осы свечімізге тоқты осы бобина дәл осылай алып келеді. Енді бұл барыста тек осылай ғана жұмыс жасамайды бұл 4 сымдықта. Осымен қоса бұған аккумулятор бірге жұмыс жасайды. 4 сымдық ток беру үшін аккумуляторда бұған жұмыс жасайды. Енді мынаны әзір аккумулятор деп сызып алайын. Аккумулятор мынау минусы, мынау плюсы дейік. Енді осыдағы плюс біздегі замокқа барады. Замок тектізік. Бұл 4 сымдықтарда тек замокта 2 токсым ғана болады. Бұндағы біреуі жаңағы мына жердегі қара токсым тек осы замок екі орталықта ғана болады. Ал мына аккумулятордың плюсы замоктың екінші олағына барады. Енді тек осы барыста дәл осылай тұрған кезде бұл свечке әлі де ток шығарып бере алмайды. Бұнда жаңағы
тоқтың жалғануына байланысты бұларда біраз өзгешелік болады. Міне дәл қазір мен мына жерден көрсеткендей, қара көк пен жасыл екеуі дәл мынадан төбеден шығып тұр. Мынадан төбеден шығып тұр. Енді кейбір жағдайда мына жасыл бұған жалғанбайды, рамаға жалғанады, мотордың өзіне жалғанады. Сол себепті бізде мына бобинаға міндетті түрде массаны алып келіп жалғайды. Бұл массаны да жаңағы не рамаға, не тоқ жолына жалғайсыздар ол барыста. Осылай болған кезде, мысалы мынаны рама деп алайын, немесе тоқ жол деп алайын. Бұл кәдімгідей жалпы миностың жүретін жолы. Рама деп те алуға болады, немесе тоқ жолындағы минос деп алуға да болады. Енді дәл осылай тұрған кезде бұл свечке тоқ бере алады. Енді ол аккумулятор жұмыс жасап тұрғанда аккумуляторда тоқ болған жағдайда ғана. Енді аккумулятор отырып қалатын болса, бұл барлығы бір тоқ бере алмайды. Сондықтан бұл төрт сымдықтардың релесі коммутатор жұмыс жасау үшін бұған міндетті түрде реле қосылуы керек. Реле қосылу керек. Бұл реледен әдеттегі жағдайда қызыл тоқсым шығады. Қызыл тоқсым бірден осы плюсқа жалғанады. Одан кейін жасыл, масса, сары, қызыл сары. Енді бұл екі ток дүзі осы екеуіне бірден жалғанады. Қызыл сары, сары. Осы екеуі тек осы екі аралықта ғана жалғанады. Бұл екі тоқсым басқа жерге бармайды. Дәл осылай болған кезде төрт сымдық тоқ свечке тоқ шығарып беріледі. Кәдімгі төрт сымдық динамо свечке тоқ шығарып беріледі бұл барыста. Енді бұдағы тағы бір қосатын нәрсе, бұдағы жаңағы қызыл кнопка бар. ON, OF деп тұрады. Дәл осы қызыл кнопка бұл мотоциклді өшіріп қосуға жұмыс жасайды. Бұл барыстағы мына кнопканы сөндірген кезде кнопкадан шыққан қара тоқсым, яғни ақ сызығы бар қара тоқсым бірден мына қара көкке келеді. Қара көкке жалғанады. Мынадан шыққан тоқсым. Үштеп қояйын. Міне бұл төрт сымдық мотоциклдердің тоқ жолы. Мұндағы бұл бобина, мынау коммутатор, мынау замок, мынау қызыл кнопка, мынау реле, мынау аккумулятор, мынау жаңағы динамо. Бұлар жаңағы төрт сымдық моторлардың тоқ жолы дәл осылай болады. Жақсы, келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Егер түсінбей жатқандарыңыз болса, WhatsApp-қа шығып хабарласуларыңызға болады. Телефон нөмірі профильде жазылып тұр.